ең ірі апорт молына тағы да мыңдаған адам жиналды. Бұл жолы Вайнер кәсіпкер ЖК 9-шы ЖК Донер Хаус мейрамханасының ашылуын өткізді. Аталмыш кешке танымал вайнерлер мен 91 тобы келіп қонақ болды. Айта кетейік, 91 тобы алғаш рет сауда орталығында өнер көрсетіп отыр. Ол әрине Алматы жұртшылығы жақсы көретін апорт молы. Сол себепті де апорт молына жиналған халық санында есеп болмады. Аталмыш топ апорт молында мыңдаған адамның алдында концерт қойды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, Вайнер мен эстраданың жастары сұранысқа ие. Сол себепті де бұл кешке осындай жандарды шақырған. Ал келушісі мен тұтынушысы көп апорт молын арнайы таңдап, дәл осы жерде бір жылдық мерейтойын атап өтті. Мы не ожидали настолько много людей. Біз осыншама көп адам күтпедік. ЖК-ны балалар, жастар бәрі жақсы көреді. Оның өзіне және шаруасына қызығушылық өте көп. Мен осында келгеннің бәріне, концертке, дәмхананың ашылуына келген әрбір адамға бақыт тілеймін. Қазір видеоблогерлер, вайнерлер, шоу-бизнестегі жас әртістер бәрі де жастардың сұранысында. Сондықтан біз бүгінгі шарамызда осындай адамдарды шақырып, келушілерге керемет көңіл күй сыйлағымыз келді. Осындай шара ұйымдастыруға мүмкіндік берген апорт молына алғысымызды білдіреміз. Ал бұл кештің иесі ЖК-ның өзі өте толқу үстінде жүрді. 9-шы мейрамхана болғанымен әрқайсының орны бөлек. Келушілер мен қонақтардың көңілінен шығуға барынша тырыстық дейді атақты Вайнер. Сегодня у нас годовщина ресторанов ЖК Донер Хаус. Бүгін ЖК Донер Хаус мейрамханасының бір жылдығын атап өтіп жатырмыз. Есептегі 9-шы мейрамханамыз. Еліміздің ең ірі апорт молында бүгін керемет кеш. Мен өте толқып тұрмын. Біз 9-шы рет ашылдық және бір жылдығымыз болды. Осы уақытқа дейін мені қолдап келгендеріңіз үшін баршаңызға көп рахметімді айтамын. Ал апорт молында бас қосқан барлық атақты танымал вайнерлер достарын құттықтап тілеулестігін білдірді. 20-дан жаңа асқан жас кәсіпкердің бүгінгі ісін мақтан ететіндерін айтты. Это очень классное событие. Бұл өте керемет кеш болды. ЖК Донер Хаустың ашылғанына тура бір жыл болды. Ал оны желілік мейрамханаларға айналдыру бұл өте керемет. Мәселен, дәл осындай мейрамхана Қырғызстанда да бар. Мен досым ЖК-ны бүгінгі тағы бір Донер Хаусының ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Сегодня мы собрались в апорт молл. Біз бүгін апорт моллда ЖК Хаус мейрамханасының ашылуына жиналдық. Бүгін оның алғашқы бір жылдығы. Мен 20-дан жаңа асқан жас жігітке алға қарай баса беруін тілеймін. Осындай көп адам жинап бір серпіліс жасау көптің қолынан келмейді. Мен досыма әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Біз достары ЖК-ны әрдайым қолдаймыз, жақсы көреміз. Бүгін ЖК, яғни өзіміздің құрдасымыз, өзіміздің досымыз Вайнер туған күн жасап жатыр. Донеркаларының былайша айтқанда құттықтап, мамыр айында біз де концерт жасағанбыз, Ха-ха-шоу 2 жыл. Сонда ЖК бізге қонаққа келген болатын. Вайнерлардың арасында өзара сыйластық, достық, осындай қарым-қатынас. ЖК туған күн құтты болсын. Сейчас мы находимся на юбилее. Біз қазір менің досым ЖК-ның Донер Хаусының бірінші юбилейіне келіп отырмыз. ЖК керемет шара ұйымдастырып отыр. Мұнда өте көп адам жиналыпты. Барлық қонақтарды күтіп отырмыз. ЖК-ны құттықтаймыз шын жүректен. Шақырмасақ та келеміз. Қолдап, кішкене өзіміздің де кішігірім көмегімізді тигізіп жатырмыз. Енді ЖК-ны біз талай, енді біраз болды танығанымызға. Ол да бізді біраз болды танығанымызға. Енді кішігірім бір күлкілі 15 секундтық видеолан үлкен енді бір бизнесмен болып кетті десек те болады. Керемет жігіт, енді өте ашық, ақ көңілді. Тек қана енді ЖК істемесе кім істейді деген сияқты. Еліміздегі ең танымал 91 тобын сауда орталығына әкеліп, көпшілікпен бірге ән салдырған апорт молына қала жұртшылығы да ризашылығын білдіріп жатты. Бүгінгі кешке өте жақсы көңіл күймен келіп отырмын. Өйткені осы жерде көптеген таныстарым, достарым және де осындай ЖК Донер Хаус ресторанының ашылғаны, мейрамханасының ашылуының куәгері болғаныма өте қуаныштымын. Осылайша мерекелік кеш концерттік шоу бағдарламамен жалғасып, тәтті тортта үлестірілді. Сіздер де келіңіздер, апорт молы сіздерді күтеді. Бағдарламаның басты демеушісі Молапорт.